Енді мына арнайы жаңағы ілгектерді тіккен матамен бірдей қаптап беретін мынандай аппарат туралы айтып берейін. Қараңыз. Мысалға, мына насадка. Насадканың сыртында жазылып тұр 3/6 деп. Енді тексерейік. Мысалға, мен мына вообще 3/6 ол дұрыс емес, мына наклейкасы. Бұны алып тастау керек. Қараңыз, бұл насадка 2 сантиметрлік ілгектікі. Алып қоя тұрайын. Мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын. Бірақ неге 3/6 деп тұр? Может, ол Қытайдың басқа, білмедім. Қыздар, қараңыздар, міне тағы да насадка. Бұл насадкада 1/8 деп тұр. Қарайын ал. Міне мен ілгегім диаметрі 1 сантиметр. Міне 1 сантиметр, ой, ішіне кіріп кетті. Бірде 8 деп тұр. Бұл негізінде 1 сантиметрдің насадкасы. Мынау 2 сантиметрліктің насадкасы. Мысалға, сіз бір көйлек тігіп жатсыз. Шифон болсын, бархат болсын, шелк болсын, бәрібір де. Мүмкін сіз оны әдемілеп көйлегіңізге қарай қаптағыңыз келеді. Оны біз қалай дайындаймыз енді? Сіздің көйлегіңізге байланысты біз қайшыны алып қарайым, қойып көремін осылай. Әдемі. Двойной қылайын ба? Двойной да әдемі. Егерде мен двойной қылып жасайтын болсам, өткені бұл шифон. Солай ғой? Міне, шифон. Шифонға міне қойып алдым. Бір қабат қылсам, өте жіңішке болып тұр. Осыны айналдыра жүріп алайын. Бір қабатта жарайды. 2 қабатқа істеймін деп тұр. Басқа түрлі жіпті әдейі алып отырмын. Видеода бәрі жақсы көрінсін деп. Бұны бәрі бізге үйрену үшін керек. Міне. Мүмкін жіпсіз де болады, е? Бұның бәрі опыт қой. Так, давайте мынаға салып көрейік. Міне. Так. Сіз жіпсіз де көріңіз. Мен кейде жіпсіз де істеп көремін. Бірақ бәрі байланысты матаға. Мүмкін мен айналдыра жаңа қалдырған матам көп кетті ма? Көреміз. Насадканы қараңыз. Міне қолмен сеземін, тірелгенін. Қараңыз, кішкентай ғана менің қызыл жібім көрініп қалыпты. Осындай ілгек шықты. Бұл көрдік қой. Мына насадканікі.
1 сантиметрлік. Сатып алған кезде сізге олар магазинде міне қаншама. Қараңызшы. Бұны қызығып әр насадканы ала берсеңіздер, бұның бәрі қаншама орын алады. Сондықтан да өзіңізге ең керегін алған дұрыс. Мысалы мен алдым осындай 1 сантиметрлікті. Енді және 2 сантиметрлік. Енді осыны да қаптап көрейік. Осы жол мен мынандай велюрды алайын. Велюр. Фломастер матаға арналған. Бұл тесе кетіп қалады. Қараңыз, айналдыра қанша қалдырдым. Жіппен айналдыра тігуге болады. Егерде сізде матаңыз жетпей тұрса. Жаңа екеу істедім, өткен 2 қабат мата жыбырлап кетпесін деп. Міне. Қараңыз. Көрдіңіз ғой? Бұл мына ilгектің формасы. Дайындап қоямын. Міне. Формасы матам үлкен болып кеткен сияқты. Мата негізінде осы формамен бірдей болса да болады негізінде. Давайте есеп көрейік. Мына осы кіргізген кезде, қазір мына үсті пресс осыны басады ғой, қараңыз. Сол кезде мына артық маталар шығып кетпеу керек. Сондықтан да кейде жіппен тігіп алған дұрыс. Мысалы мен қазір көрсетейін, қалай шығатынын. Міне. Ilгектің тағатын жағын кіргіздім ішіне қарай. Ilгегім тіреліп салдым. Сонымен қараңыз өзіңіз. Қандай әдемі. Менің видеом бар. Мынандай манжетті қалай тігу керектігін. Ilгектің бәрі. Осы бірдің насадкасымен қаптап шығылған. Видео пайдалы болса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, сұрақ қойыңыз. Тағы да қандай видеоларға түсірейін, қандай сұрақтарыңыз бар.